Сәлеметсіңдер ме балалар? Математика сабағына қош келдіңдер. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы кесінді, сынық, сызық. Біз бүгінгі сабағымызда кесінді, сынық, сызықты анықтауды үйренеміз. Сызғыштың көмегімен кесінді, сынық, сызықты салуды меңгереміз. Балалар, біз алдыңғы сабақта нүкте, сызық, сәуленің не екенін білдік. Оларды ажыратуды және салуды үйрендік. Ендеше бізді бүгін сабақ бойы ең маңызды және қарапайым геометриялық фигурамен бірге саяхатымызды жалғастырамыз. Ол қандай фигура екен? Нүкте, дұрыс айтасыңдар. Бұл фигура өте маңызды, өйткені бәрі нүктеден басталады. Екі нүкте салыңдар. Оны қисық сызықпен қос. Қандай сызық пайда болды? Қисық сызық. Жарайсың. Тағы екі нүктесіз. Екі нүктені сызғышпен, түзу сызықпен қос. Сызықтың кез келген жеріне тағы бір нүкте сал. Енді не айтуға болады? Сызық нүктелерден тұрады екен. Егер біз жіпті тартатын болсақ, қандай фигура пайда болады? Түзу сызық. Дұрыс. Егер жіпті еденге лақтырып жіберсек, онда қандай сызық пайда болады? Қисық. Тамаша. Нүкте қолындағы жіпті айналдырып тұрып, абайсызда 5 рет түйіндеп алды. Айтыңдаршы, жіпті қанша бөлікке бөлді? Дұрыс айтасыңдар. 6 бөлікке бөлді. Нүкте өте көп жүріп, әбден шаршады. Тоқтай қалып, әлі көп жүремін бе деп сызықтың үстіне тұра қалды. Сызық қашан бітеді? Бұл сызықтың басы да, аяғы да жоқ деп қапаланды. Не істесем болады деп тұрған кезде қайшы келеді. Ол нүктенің қатты шаршағанын көріп, көмек беруге бел буады. Қайшылап жіберіп, түзу сызықты бірінші жағынан, сосын екінші жағынан кесіп жібереді. Қандай қызық, деді нүкте. Түзу сызықтан не пайда болды? Балалар, кесінді пайда болды. Кесінді түзу сызықтың бір бөлігі. Кесіндінің екі ұшы болады. Кесіндінің ұзындығы оның екі шетінің арасындағы ара қашықтық. Нүкте біраз демалып, қайта жолға шықты. Біраз жүрген соң қайта сәтсіздікке ұшырады. Жолына үлкен өзен бөгет жасады. Не істесем болады? Қайта оралатын болдым деп тұрғанда, нүктеге көмекке оның достары кесінділер көмекке келеді. Кесінділер бір-бірімен қосыла кетіп, өзеннен өтетін көпір болады. Нүкте көпірге қарап, қандай қызық фигура пайда болды деп таңғалады. Балалар, бұндай сызықтар сынық сызықтар деп аталады. Сынық сызық бір түзудің бойында жатпайтын кесінділерден тұрады.
бір кесіндінің аяғы екінші кесіндінің басы болады. Әр кесінді сынық сызықтың буыны. Әрбір буынның жалғасқан жерлерін сынық сызықтың төбесі деп атаймыз. Балалар, экранға назар аударайық. Бірінші сынық сызықтың қанша буыны бар? Әрине, 5 буыны бар. Екінші сынық сызықтың неше төбесі бар? Дұрыс айтасыңдар, 4 төбесі бар екен. Енді дәптерлеріңе 4 буыннан тұратын сынық сызық сызып көр. Кесінділерден әртүрлі сынық сызықтар жасауға болады. Тұйықталмаған және тұйықталған сынық сызықтар. Мына суреттегі сынық сызықтың қанша буыны бар? 3, жарайсың. Балалар, буындар тұйықталғанда қандай фигура пайда болды? Дұрыс айтасыңдар, 3 бұрыш. 3 бұрыштың 3 қабырғасы, 3 бұрышы, 3 төбесі бар. Балалар, олай болса, кесінділерден әртүрлі сынық сызықтар жасауға болады. Сынық сызықтардың буындары тұйықталғанда жаңа фигура пайда болады. Балалар, суретке мұқият қарап, Асан мен Анар сияқты кесінді сызып көр. Дәптердегі жұмысты ұқыпты жасау үшін үшкір етіп ұшталған қарындашты пайдалан. Кесінді сызу алгоритміне сүйеніп 2 кесінді сыз. Бірінші кесінді АБ, ұзындығы 7 см. Екінші кесінді БС, ұзындығы 5 см. Кесіндіні әріптерімен белгіле. Жарайсың. Сен тапсырманы дұрыс орындадың деп ойлаймын. Балалар, сабағымызды қорытындылай келе, мына суретке назар аударып, зерттеп көрейікші. Қоршаған ортаны сызықтар мен нүктелер арқылы бейнелеуге болады деп айтқанбыз. Бізді қоршаған ортадан түзу, қисық сызықтар, тұйықталған, тұйықталмаған сызықтарды, сәулені, бұрыш, нүктелер мен кесінділердің мысалдарын тауып көріңдер. Жарайсыңдар балалар. Сендер маңызды және қарапайым геометриялық фигураларды ажырата алатын болдыңдар. Балалар, сабақ бойынша өзіңді өзің бағалап көр. Мен кесінді мен сынық сызықты ажыратамын. Кесінді мен сынық сызықтарды сыза аламын. Кесінді мен сынық сызықты әріптермен белгілеймін десең, керемет. Онда сен сабақты жақсы меңгердің. Ал егерде әлі де сұрақтарым бар десең, мұңайма. Бұл сабақты қайта қарап шығуыңа болады. Бүгінгі сабақ сен үшін қызық болды деп ойлаймын. Сабаққа белсенді қатыстың. Келесі кездескенше сау болыңдар.